Қайырлы күн. Мен Шығыс Қазақстан облысы, Қатонқарағай ауданы, Қатонқарағай ауылы Сейітқамза Аластаев атындағы орта мектебінің 6-шы сынып оқушысы Рафхат Қызаяны. Менің отаныма, менің бастамам республикалық шығармашылық жобалар байқауының Қазақстан 100 жаңа есімі номинациясы бойынша жобамның тақырыбы «Сіз қыран құзар шыңға қонақтаған». Жоба мақсаты Қазақстан 100 жаңа есімі атты номинациясы бойынша ғылыми жобада ақын, жазушы, журналист, Қазақстан журналистер одағы мен Қазақстан жазушылар одағы, ардақты әке, абзал ата, тағылым мен тәрбиенің көшбасшысы Жанбек Қызырдың өнегелі өмір жолын өскелең ұрпаққа үлгі ету, шығармаларын насихаттау. Өзектілігі жерлес ақынның өз елі үшін атқарған ерен еңбегінен өнеге алып, жастарға үлгі болу, келешек ұрпаққа дұрыс бағдар беріп, ел жанашыры болуға жетелеу. Жанбек Қызыр 1949 жылы 28 шілдеде Шығыс Қазақстан облысы, Қатонқарағай ауданы, Қатонқарағай ауылында дүниеге келді. Рыков атындағы орта мектепті бітіргеннен кейін Қатонқарағай автоколоннасында темір ұстасы, кейін жүргізуші болып жұмыс істейді. Жанбек Қызырдың алғашқы өлеңдері «Ағажай, Алтайдай жер қайда» жинағында жарияланды. Сәлеметсіз бе, Жанбек аға? Студиямызға қош келдіңіз. Сізді шақырудағы мақсат менің отаныма, менің бастамам республикалық шығармашылық жобалар байқауының Қазақстанның 100 жаңа есімі номинациясы бойынша жоба алған едім. Жоба тақырыбы «Сіз қыран құзар шыңға қонақтаған». Яғни сіздің қысқаша өмірбаяныңыз бен шығармашылығыңыз жайлы білгіміз келеді. Мен осы Қатонқарағай ауылында туып өстім. Орта мектепте де Алтай мектебінен бітіргенмін. Содан кейін біраз уақыт әскер қатарында болдым да, аудандық газетке редакцияға келдім. Содан осы өзіміздің Арай газетінде 52 жыл еңбек еттім. Осы газеттің жұмысымен бірге өзімнің жеке шығармашылығымен айналысқан. Өздеріңіз білесіздер, одан кейінгі қанша еңбегімді. Жақсы. Жанбек аға, сіз әдебиетіміздің кеңестік дәуірінің де, тәуелсіздік кезеңінің де куәсісіз ғой. Бүгінгі қазақ әдебиетінде қандай жаңа үрдістер бар? Жалпы әдебиетті қадағалап отырасыз ба? Жалпы әдебиетті енді қандай жазушы болсын, журналист болсын, қадағалауға міндетті деп айтуға болады. Мен өз басым жаңада шығып жатқан кітаптар болсын, басқа да газет журналдар болсын, барлығын қарап отырамын. Қоғамдағы өзекті мәселені көтеріп, оқырманға ой салатын дүниелеріңіз көп. Бұл жанрды жалғастыра бересіз бе, әлде? Әрине, ол енді менің осы қоғам ішінде жүргеннен кейін менің ол міндетім. Жазушының жеке сезімі, көңіл күйі, алған әсері өз туындыларында көрініс тауып жатады. Жалпы сезіммен жазылған дүние өтімдірек болатыны неліктен? Енді ол қазақ айтады ғой, іштен шыққан шұбар жылан дейді. Қалай дегенмен өзіңнің дүниелеріңді былай халыққа жететіндей, оның бір әсері болатындай етіп жазуға тырысу керек. Сондықтан әрбір шығармаға көп дайындықпен келемін. Бүгінде қаншаға тарта өлең жырларыңыз бар? Енді оның үшін айту керек, санаған жоқпын. Біраз дүниелерім бар. Мына шыққан кітаптарға да кірмей қалған ескі дүниелер бар. Енді оны санын айту деген қазір ойымда да жоқ. Өлең жазу үшін іштей дайындаласыз ба? Өлең жазуға ешкім, менімше, қай ақын болсын, мен өлең жазайын деп столдың басына отырмайды. Ол ақынға, шығармашылық адамына бір әсер ету керек. Сол кезде сол әсермен жазылады ғой, не нәрсенің бәрі. Ақынның арманы? Ақынның арманы сол өзінің жазған өлеңдері халыққа жетсе, Мұқағали айтпақшы, шаң басқан архивтерден табылмай халықтың көңілінде жүрсе, ойында жүрсе. Жанбек аға, қаламгер қауымның
тілеуі қашанда ел мүддесі ғой. Әдебиет әлеуметтің алдындағы борышын адал атқарудан тайған емес. Қазір қазақ қоғамы үлкен өзгерістерді бастан кешіп жатқанын өзіңіз көріп отырсыз. Ендеше шығармашылық адамы ретінде жаңа Қазақстанның әділетті азаматтарына айтар тілегіңіз. Енді біздің еліміз егемендігін алғалы міне 30 жылдан асты. Осы егемендігіміздің тұғыры биік, еңсесі берік болу үшін әрқайсымыз білек сыбана еңбек етуіміз керек. Қай салада жүрсек те. Бізге сұхбат бергеніңізге көп рахмет айтамыз. Жазарыңыз көп болсын, ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. Рахмет. Жәнібек Қызыр ағаның ұйытқы болуымен Қазыналы Қатонқарағай ансамблі құрылды. Қатонқарағайдың аудан орталығы болып бөліну үшін атқарған еңбегі де ұшан теңіз. 2024 жылы Қатонқарағай ауданы орталығы болып қайтадан өсіп құрылды. Шебер жазушы Жәнібек Қызырдың өмір жолы мен жетістіктері баршамызға үлгі.